Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебі. Тіл ұлттың сүйенетін тамыры тақырыбында қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің апталығы. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлына 75 жыл. Абай мұрасы халық қазынасы тақырыбында қашықтан жыр эстафетасы. Мақсаты халқымыздың дана ақыны, ғұлама ойшылы, сазгер Абай Құнанбайұлының өлеңдерінің таралуын насихаттау, бүгінгі ұрпақтарының Абай мұрасына қызығушылығын арттыру, оқып білуге, тани түсуге ынталандыру. Абай Құнанбаев, ауру жүрек ақырын соғады жай. Ауру жүрек ақырын соғады жай. Шаршап қалған кеудемде тулай алмай. Кейде ыстықтан басып кетеді оны, дөңбекшіген түндерде тыншыға алмай. Қараңғы, саңырау қайғы ойды жеңген. Еркелікпен достықты ауру көрген, ақылы жоғары жоқ шуылдақты. Күнде көріп тұл бойы жер керген. Тірілтіп өткен күнді тағы шөлдеп, осы күнді күнді емес қарғап міндеп. Кейде тілеп бақпанен тағы тыныштық, кейде қайғы азапты тағы да іздеп. Кейде ойлайды жылауға қайғы зарын, тынышсыз күн ойлаған дерттің бәрін. Кейде ұмысын жасырар жұрттан ұрлап, кетірер деп мазақтап беттің арын. Ауру жүрек ақырын соғады жай, өздер тыңтығып ішке білдіре алмай. Кейде ыстық тағы да қан басады, кейде бір сәттен үн шығармай. Мәнерлеп оқыған Сергей Ақжан, 10-шы А сынып оқушысы. Жаңа қазақ орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Бақтыға Жайнақ. Абай Құнанбайұлы, ауру жүрек ақырын соғады жай. Ауру жүрек ақырын соғады жай, шаршап қалған кеудемде тулай алмай. Кейде ыстық қан басып кетеді оны, дөңбекшіген түндерде тыншыға алмай. Қараңғы, саңырау қайғы ойды жеңген, еркелікпен достықты ауру көрген, ақылы жоқ, ары жоқ шуылдақты, күнде көріп тұл бойы жер келген. Тірілтіп өткен күнді тағы шөлдеп, осы күнді күнді емес қарғап міндеп, кейде тілеп бақытымен тағы тыныштық, кейде қайғы азапты тағы да іздеп. Кейде ойлайды жылауға қайғы зарын, тынышсыз күнде ойлаған дерттің бәрін. Кейде онысын жасыра жұрттан ұрлап, кетірер деп мазақтап беттің арын. Ауру жүрек ақырын соғар жай, өздердің тығып ішке білдіре алмай. Кейде ыстық тағы да қан басады, кейде бір сәттің шығардан шығармай. Абай, ауру жүрек ақырын соғады жай. Ауру жүрек ақырын соғады жай, шаршап қалған кеудемде тулай алмай. Кейде ыстық қан басып кетеді оны, дөңбекшіген түндерде тыншыға алмай. Қараңғы, саңырау қайғы ойды жеңген, еркелікпен достықты ауру көрген. Ақылы жоқ, ары жоқ, жуылдақты, күнде көріп, тұла бойы жер келген. Сабырсыз арсыз ерінжек, көрсе қызар жалмауыз, сорлы қазақ сол үшін алты бақан алауыз. Өзін өзі күндейді, жақыннан жауға мінбейді. Ол арсыздық белгісі. Оятсынбай, ойланбай, қой дегенге тіл алмай, іс қылмай ма ол кісі? Бірақ секіріп шығам деп, бірақ қарап түсем, ерді келді жатады. Орлықпен мал табам деп, егесе ауыл шабам деп, сөйтіп құдай атады. Абай Құнанбаев, заман ақыр жастары, қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастыққа қойнына тыққан тастары, саудасы ар бенілманы, қайрат жоқ бойын тыйғалы, еңбекпен етті ауыртпай, құр тілменен жиғаны. Абай Құнанбаев 8 аяқ, алыстан термеп, жүректен тербеп, шыңдар бойға жайылған, қиуадан тауып, қисыннан шауып, тағына жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлемін десең өзің біл. Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебінің 6-шы В сынып оқушысы Сабырхан Ерболат. Абай Құнанбаев, жасында ғылым бар деп ескермедім. Жасында ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрум қылмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім. Қызмет қылсын жиналсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрмедім. Қазақта қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Мен Нетбай Мерет 5-ші А сынып оқушысы Абай Құнанбаев. Мен сәлем жазам.
Қарағым қалқама, қайыңнан азамын, барушы айтама, күн бойы күтемін, келер деп хабарың. Қайғырмай не етемін, бізде жоқ назарың. Көңілге жұбаныш, сен едің базарым, сенсіз жоқ қуаныш, тозады енді ажарым.